Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Бүгінгі сабақта қылмыстық құқық ұғымы мен және жүйесі мен қылмыс және қылмыстық теріс қылық ұғымдарын, белгілерін, қылмыстық құқық бұзушылық құрамын және оны жүктеуді, қылмыстық жауаптылық ұғымын меңгереміз. Қылмыстық жауаптылыққа кімдер тартылатынын және Қазақстан Республикасында қылмыстық жауаптылыққа тартылудың жалпы ережелері, қылмыстық жаза ұғымын, оның белгілерін, мақсаты мен түрлері туралы білетін боламыз. Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі мен белгілерін анықтау, жаза қолдану, қандай негізде қылмыстық жауаптылыққа тартуға болатынын анықтау, сонымен қатар қылмыстық жауаптылықтан босату сияқты қоғамдық қатынастарды реттеп отыратын құқық саласы. Қылмыстық құқықтың бірқатар міндеттері бар. Қылмыстық заңда көрсетілген қоғам мен мемлекеттің құқығы мен мүдделерін қылмыстық қолсұғушылықтан қорғау, қылмыстың алдын алу, қылмыс пен жаза туралы ақпарат бере отырып қоғам мүшелерін тәрбиелеу. Қылмыстық құқық келесі функцияларды орындайды. Алдын ала ескерту функциясы. Жаза тағайындау азаматтар қылмыс жасау жағдайында жауаптылыққа тартылатыны ескертіледі. Қылмыстық құқықтың қорғау функциясы. Егер жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің аса маңызды мүдделері қозғалса, қоғамдық қатынастарда қылмыстық құқықтық қорғау тетіктерін қосады. Қылмыстық құқықтың ынталандыру функциясы. Қоғамға пайдалы әрекеттерді ынталандыратын бірқатар ережелерден тұрады. Олар қылмыс құрамының жеңіл түрі болған жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босату немесе оны жеңілдету. Қылмыстық құқық жүйесі жалпы және ерекше бөлімнен тұрады. Қылмыстық құқық бұзушылық Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі бойынша тыйым салынған қоғамға қауіп төндіретін әрекет. Қылмыстық құқық бұзушылық қоғамға қауіптілік дәрежесіне, келтірілген шығынның көлеміне қарай қылмыс және қылмыстық теріс қылық болып бөлінеді. Барлық қылмыстық құқық бұзушылықтар тізімі Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдеде қабылданған Қылмыстық кодексінде көрсетілген. Қылмыстық теріс қылық қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян келтірген не адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға, немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін туғызған айыпты жасалған іс-әрекет. Оны жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу түріндегі жаза көзделген. Қылмыстық құқық бұзушылықтың аса қауіпті түрі. Сондықтан қылмыстар ауырлық дәрежесі мен қоғамға жасалған қауіпті әрекетінің сипатына байланысты 4 категорияға бөлінеді. Онша ауыр емес қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр және аса ауыр қылмыстар. Қылмыстық жауаптылыққа тартылу үшін қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болуы керек. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы қылмыстық құқық бұзушылықты сипаттайтын объективті және субъективті белгілердің жиынтығы. Ең болмағанда бір элементі жоқ болса, қылмыстық жауаптылық туындамайды. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі. Қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар. Объективтік жағы. Қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекет немесе әрекетсіздік. Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі. Қылмыстық заң белгілеген жасқа жеткен, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға. Субъективтік жағы. Жасалған қылмыстың мақсаты, кінәсі, себебі. Мысалы, 188 бап ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру. Объектісі бөтеннің мүлкі. Объективтік жағынан ұрлық бөтеннің мүлкін жасырын түрде алумен ұштасады. Бөтен мүлікті жасырын алу екі түрлі объективтік және субъективтік белгілер бойынша анықталады. Адамның ешкімге сездірмей, білдірмей әрекет істеуі арқылы мүлікті жасырын алуы объективтік белгіге жатады. Ұрлық жасаған адамның мүлікті меншік иесіне немесе өзге иеленушіге сездірмей, жасырын алудамын деген сезімі және осы тәсілмен оны жүзеге асыруды тікелей тілейтіндігі субъективтік белгіге, яғни кінәлінің бөтен мүлікті жасырын алуға байланысты іс-әрекетке деген психикалық көзқарасын білдіреді. Ұрлық субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен жасалады. Кінәлі адам бөтеннің мүлкін жасырын түрде заңсыз тегін алу арқылы меншік иесіне немесе өзге иеленушіге материалдық залал келтіретінін біледі және сондай тәсілмен сол залалды келтіруді тілейді. Қылмыс пайда күнемдік ниет және сондай мақсатпен жүзеге асырылады. Қылмыстың субъектісі болып, қылмыстық заң белгілеген жасқа жеткен, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға.
қылмыстық жауаптылық жасаған қылмысы үшін жеке тұлғаның қылмыстық заңмен бекітілген жаза немесе қылмыстық құқықтық сипаттағы басқа да шараларды мойындауға міндеттілігі. Жасалған қылмыстық құқық бұзушылыққа қылмыстық жауаптылық тағайындалады. Бір рет жасаған қылмысы үшін ешкім екі рет қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды. Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі қылмыстық заңда көрсетілген жасқа жеткен, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға. Қылмыстық жауаптылықтың жалпы шарттары Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 55 бабында анықталған. Осы бапқа сәйкес қылмыс жасаған кезде 16 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Жекелеген жағдайларда қоғамға қауіп төндіретін жағдайды ерте жастан ұғынуы қажет болғанда, ауыр қылмыс жасалған кезде қылмыстық жауаптылыққа 14 жасқа толған жеке тұлғалар да тартылады. Әскери қылмыстық құқық бұзушылық субъектілері тек 18 жасқа толған тұлғалар ғана болады. Қылмыс пен жаза тығыз байланысты. Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады және адамды құқықтары мен бостандықтарынан қылмыстық кодекспен көзделген айыру мен немесе оларды шектеу болып табылады. Жазаның негізгі мақсаттары әлеуметтік әділетті қалпына келтіру, заң бұзған адамдарды тәрбиелеп қайтып қатарға қосу, жаңа қылмыстардың алдын алу. Қылмыстық кодекс бойынша жаза белгілеу кезінде қылмыстың сипаты мен қоғамға қатер төндіру дәрежесі, айыпкердің жеке басы, оның мінез-құлқы, жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар ескеріледі. Жаза түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылық жасап, айыпты деп танылған адамға қолданылатын негізгі жазалар түрі. Айыппұл түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу. Қылмыс жасады деп танылған адамға қолданылатын негізгі жазалар түрі. Айыппұл түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу, өлім жазасы. Қылмыстық құқық бұзушылыққа барып, кінәлі деп танылған адамға негізгі жазалармен қатар қолданылатын қосымша жазалар. Дүние мүлкін тәркілеу, әскери құрмет немесе арнайы атағынан, шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік санатынан және мемлекеттік марапаттарынан айыру, белгілі бір қызметте болу құқығынан немесе белгілі бір іспен айналысу құқығынан айыру, Қазақстан Республикасы азаматтығынан айыру, шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Республикасының тыс жерге шығарып жіберу. Оқушылар, тақырыптың мазмұнын түсіне білдіңдер деп ойлаймын. Ендеше тақырып бойынша сұрақтарға жауап беріп көрелік. Қылмыстық құқық деген не? Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының міндеттерін атаңдар. Қылмыс және қылмыстық теріс қылық ұғымдарын салыстырыңдар. Қоғамға қауіптілік критерияларын пайдалана отырып қылмыс белгілерін анықтаңдар. Қылмыс құрамына сипаттама беріп, оны элементтерін атап көрсетіңдер. Қылмыстық жауаптылық деген не? Қылмыстық жауаптылыққа тартудың қандай негіздері бар? Жаза қолдану не үшін керек және қазіргі қоғамда олар қандай рөл атқарады? Ал енді сіздерге тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма: төмендегі терминдердің мағынасын ашып, анықтамасын жазыңыздар. Екінші тапсырма: сөйлемнің мағынасы дұрыс немесе қате екенін анықтау. Үшінші тапсырма: кестені толтыру. Төртінші тапсырма: Венн диаграммасы бойынша салыстыру жұмысын жүргізу. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.